Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құйрық майдың пайдасымен халық емімен бөлісетін боламын. Жөтелге, суыққа және де аяқ буын ауруларына қолдануға болады. Бұл халық емі бұрыннан бері қолданылып жүр. Сіздер де міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Бізге осындай құйрық май қажет. Жақсылап жуып тазалап аламыз. Мұздай болса кесуге өте ыңғайлы, сондықтан морозильникте тұрса өте жақсы. Менде свежий түрі, осылай 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді осыны жіңішке етіп турап аласыздар. Бірінші сіздерге аяқ буын ауруларына қолданатын түрін көрсететін боламын. Осылай турап алдық. Енді бізге осындай пищевой пакет қажет. Өзіңізге керек бөлігін кесіп аласыздар. Сіздердің майларыңыз ірі үлкен болса, осындай бір-ақ түрін қолдансаңыздар болады. Менде кішкентай болғаннан кейін тізенің көлеміне қарай өлшеп, осылай 2 бөлігін бір-біріне қосып жапсырдым. 2 аяғыңыз ауырса, екеуіне де бірдей жасауға болады. Осылай жапсырып шықтық. Енді бізге қара бұрыш қажет. Видеода көрсетілгендей барлық шетіне шамалап сеуіп шығасыздар. Біз осы әдісті жасап көрдік үлкен анама. Осылай аяғына түнде жапсырып қоясыздар. Өте жақсы қыздырады екен. 2 апта көлемінде жасайсыздар күнделікті. Түнде жапсырып азанда алып тастасаңыздар, өте керемет нәтиже беретін болады. Осылай дайындап қойдық. Кез келген уақытта қолдана берсеңіздер болады. Міндетті түрде үлкен кісілерге жасап көруге кеңес беремін. Енді қалған құйрық майды 2-ге бөліп, бір бөлігін осындай табада қыздырып, майын алатын боламыз. Бұны ересек балдарға, үлкен кісілерге, жөтелге, тұмауға қарсы және де суыққа қарсы қолдансаңыздар болады. Іштегі барлық қақырықты шығарып және де денесіндегі суықтың бәрін алатын болады. Ішуге де және де денеге де жағуға болады. Пайдасы өте көп. Зиянды дәрілер шебергенше осындай халық емін жасап көрсеңіздер болады. Осылай майдалап турап алған дұрыс, еруге ыңғайлы етіп. Көп етіп бірден жасап қойсаңыздар да болады. Осылай турап дайындап алдық. Енді қалған майымызды мұздай болса осыны теркадан өткізіп, немесе блендерден майдалап өткізіп алсаңыздар болады. Өйткені біз бұны су буында қайнататын боламыз. Ол кішкене ұзақ уақыт алады, сондықтан өте майда етіп тураған дұрыс. Бұны 6 айлық баладан бастап 2 жасар, 5 жасқа шейін қолдансаңыздар болады. Кішкентайларға осындай стерильді түрі дұрыс. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Кішкентай балдарыңызға осындай сүтке салып берсеңіздер болады, және де денесіне жағуға да сіздерге қалай қолданатынын міндетті түрде көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, жылы және де осындай ішіне шашығымызды салатын боламыз. Енді осы батып тұратындай етіп су құйып, осылай кішкене майымызды батырып қоямыз. Бұл кішкентай бөпелерге арналған әдіс, стерильді түрі. Осы бір қайнаған кейін 1 сағат, 1,5 сағат қойып қоясыздар. Енді үлкен кісілерге осылай табамызды қыздырып, майымызды салып, осылай кішкене араластырып тұрасыздар. Өзі барлық май шығатын болады. Осылай орташа отта. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай майым барлығы шығып жатыр. Осы аппақ майымыз сарғайғанша және кішірейгенше қыздыратын боласыздар. Осылай дайын болып қалды. Қалған майымыз осылай шықты. Енді астын өшіріп, қатты қыздырудың қажеті жоқ. Осылай өзі майдың кішкентай бөлігі сарғайып қалады. Бұны да шұжық ретінде қолдансаңыздар болады жеуге.
Енді сіздерге қалай ішетінін көрсететін боламын. Бізге ыстық сүт қажет. Сүтімізді қайнатып аламыз пісіріп. Осылай сүтті ыстық кезінде енді үлкен кісілерге осындай жарты шай қасық қосып құйрық майымызды жақсылап араластырып аласыздар. Толықтай еруі қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен дайын болды. Майымыз толық еріп кетті. Енді ыстықтай осы тамағымызды кішкене күйдіріп ішетін боламыз. Сонда барлық қақырықтарды кетіреді. Енді осылай кішкентай бөпелерге жағатын болсаңыздар, осылай газда ертіп алсаңыздар болады. Және бөпелеріңізге де осындай майыңызды кішкене сүтке қосып, жылы күйінде берсеңіздер де болады. Осы мойын бөліктерін, өкпесін, арқасын барын сыласаңыздар, суықталады. Енді сіздерге қалған шұжықты да қалай қолдансаңыздар болады көрсететін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай ашыған қамырымызға шұжығымызды салып, ортасына жауып шығатын боламыз. Төгілмейтіндей етіп. Өте дәмді нан шығады. Ыстық күйінде жесеңіздер. Осылай шұжық майды тастамай қолданып көрсеңіздер болады. Енді пешке салып пісіретін боламыз. Осылай құйрық майымызды қолданып көрдік. Өте керемет нәтиже береді екен. Осымен видеоның соңы тәмам. Сіздерге видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. WhatsApp желісінде достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.